кілей болып қалады. Батки қарап тұрады. Сол кезде оның қасына Чутки келіп, олар қосылмаса қосылдырамыз дейді. Сол кезде Тхапки айтады, менен қолыңды жібер дейді. Олардың қолдары кілей болып жабысқан болатын. Сол кезде дұрыс әкесі келген болатын. Сосын Тхапки ыстық суға қойып, екеуінің қолын тығып қалды деп Васундра көріп қатты таң қалды. Сол кезде Биханның қолы күйіп қалды да Бихан қолын емдеді. Тхапки гүл айналдырып жатқан болатын. Атилап сол кезде Биханды көрді. Ол Баткидің ойына бір нәрсе келді, екеуін жақындастыру үшін. Дров өте көңілсіз сұхбат беруде болды. Тхапки мен Бихан мүсінді алып кетуге барғанда Бихан оған алдына отырасың, немесе осы жерде қаласың дейді. Тхапки осы жерде қаламын деп күні бойы жол жүріп келді. Сол кезде Бихан келіп, ол өзі келмеймін деді. Сол кезде Тхапки үйге кетті. Бихан қатты қуанды. Сол кезде Бихан Тхапки ұстап қалды. Оның басы айналған болатын, жол бойы жаяу келген соң. Сол кезде Тхапки айтты, мен өзім кірем деді, өзім әкелген соң. Олар бірге үйге алып келді. Адити осы уақытта Дивакарға әдейі өтірік қоңырау шалып жүрген бір қыз болып жүрген болатын. Оны өтірігін әшкерелеу үшін оның нөмірін алып, оған басқа қыз ретінде сөйлесіп жүрген болатын. Сол кезде Тхапки ұлттық тағам жегенде оның аузы күйіп қалады, басы айналады. Одан қызған көмір